Я буду до победного конца. Во мне можете не сомневаться. Степногорск қаласындағы нөмір 4-ші мекемеде 2 айдан бері аштық жариялап жатқан Марат Жыланбаев бұл күнде қоғамнан толық оқшауланған. Оған адвокаттары қаңтардың 4-нен бері кіре алмай жүр. Так как от осужденного заявление не поступало, мы вам предоставить свидание не можем. Это вам Медеев сказал? 106 УИ. Я понимаю. Это вам Медеев сказал? Не могу ничего сказать. Нет, секунду, не уходите. Почему адвокат не может увидеть своего клиента? Отбасына да қаңтардан бері телефон шалмаған. Тек 5 ақпанда қыздары онымен қысқа мерзімді кездесуге мүмкіндік алған. Ал 25 ақпанда Жыланбаев отбасы мүшелерімен көптен күткен 2 күндік ұзақ мерзімді кездесуде жолығуы тиіс еді. Бірақ жұбайының айтуынша 19 ақпанда түрме қызметкері қоңырау шалып, ұзақ мерзімді кездесу болмайды. Ол сусқа, яғни ең қатаң режимдегі бөлімге ауыстырылды деген. Неге? Түрмеде отырған марафоншы қандай заң бұзды? Бұл сұрақтарға қашықтан жауап алу мүмкін емес. Өйткені Степногорск түрмесі сырт көзге мүлде жабық. Тіпті кейде бұл мекеме қылмыстық атқару жүйесіне емес, түрме басшысының жеке иелігінде әсер қалдырады. Айтпақшы, түрмесіленгенде мекеме басшысын хозяин, яғни қожайын деп атайтыны белгілі. Сондықтан Жыланбаевтың адвокаты мекеме басшысы Қуаныш Медеевпен кездесіп, жағдайды анықтауға тырысты. Нет, я вам не запрещаю разговаривать, я же вам не запрещаю разговаривать, правильно? Я не запрещаю, я вам просто запретила проводить видеосъемку. Әкімшілік ғимаратының кіреберісінде есіктен шамамен 1,5 метр жерде турникет орнатылған. Келгендердің құжаттарын мекеме қызметкері Әсем Ахметова тексеріп тұрды. Түрме аумағында фото және видео түсіруге тыйым салынады деп, қылмыстық кодекстің 147 және 36 баптарына сілтеме жасады. Статья 147, УИКК, негласная съемка запрещена. Статья 36. Алайда бұл баптардың аталған жағдайға еш қатысы жоқ, дегенмен қызметкердің қобалжуы түсініктеді. Өйткені Жыланбаевтың жағдайын білуге тіркелмеген Алға Қазақстан оппозициялық партиясының бірнеше өкілі де келген болатын. Мы в курсе, что с 4 января Біздің білуімізше, ол 4 қаңтардан бері аштық жариялап отыр. Бірақ осы уақытқа дейін оған отбасын да, туыстарын да, тіпті адвокатын да кіргізбей келеді. Міне, тағы да бізді кіргізбей кері қайтарып жатыр. Жарайды, бізді айтпай қояйық, біз оның серіктестеріміз. Бірақ ең болмаса адвокатты немесе туыстарын кіргізуге болар еді ғой. Немесе оның жағдайы туралы қандай да бір нақты ақпарат беруге болады емес пе? Барлығы алаңдап отыр. Неге мекеме басшысы осындай заңсыздыққа жол беріп отыр? Неге жай ғана кездесуге рұқсат бермейді, немесе оның жағдайы туралы нақты мәлімет айтпайды. Біз оның денсаулығына алаңдап отырмыз. Ең болмаса оның туған туыстарына, жақындарына оның жағдайы қандай екенін айтуға болады ғой. хотя бы сказать, что там с ним и как. Өкінішке қарай, бұл жолы да адвокат Жыланбаевқа кіре алмады. Қылмыстық атқару кодексінің 106 бабында көрсетілген дейді, сотталған адам өзі арыз беру керек. Оны біз қалай, ол арыз бермеген дейді. Ол арызды қалай аламыз біз? Мекеменің өзі сол жерден қызметкерлерін жіберіп алу керек. Сондықтан қазір прокурорға барамын. Прокурорға барып арыз жазамын. Мекеме бастығы Медеев деген жаңадан бастық болып келді. Медеев, Қуаныш Ергелдинович. Медеев, начальник учреждения. Иә, начальник учреждения. Өзі бұйрық беріп кіргізбей жатыр. 14 ноябрьден бастап әліге дейін біз кіре алмай жүрміз сол кісіге. 5 ай болды. Сондықтан мен жұмысыма, заңды адвокаттық жұмысыма кедергі келтіріп жатыр. 435 баптың негізінде оның үстіне қылмыстық іс қозғау керек. Мен нан сұрап келіп жатқан жоқпын, басқа нәрсе неғып жатқан жоқпын. Мен тек қана өз қорғауымдағы адамға келіп жолыққым келді. Айта кетейін, Жыланбаевтың адвокатымен де,
отбасымен де телефон арқылы сөйлесе алмағанына туыстары бірнеше мәрте шағымданған. Его лишили связи. Каждую среду папа нам звонил, как положено, до 1 января. Каждый раз, когда он звонил, мы радовались, папа радовался. Это было единственным его счастьем. Сейчас нас лишили звонков и лишили нас длительного свидания. Они лишили нас любой связи, изолируют его. И также хочу сказать, что они не вводят его в библиотеку, они не вводят его в магазины, то есть говорят, что магазин не работает, хотя мы ему присылаем всегда деньги. Также они не дают ему обращаться по терминалу. Они и морально давят на него, не дают ему читать, рисовать, абсолютно ничего не дают. Хотят его сломить. А теперь они и с нами, нету никакой связи. И я хочу сказать, что я подавала официальное обращение в ДУИС и по правам человека. И они ответили мне так, что Медееву не поступало заявление от папы на допуск адвокатов. Но еще в декабре я папе много раз говорила, чтобы он написал заявление. Папа говорил мне, что он многократно писал заявление. То есть Медеев просто не принимает его заявление. Алайда Степногорск қаласының прокуроры Жыланбаевқа ешқандай қысым жасалып жатқан жоқ дейді. Анда осындай публикация болған, қысым болған біз тексердік, ешқандай қысым не подтвердился, ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Жазасын өтеп жатыр. Төртінші мекемеде. Қал жағдайы қалай, не себепті СУС-қа түскені? Ол жағынан сұрайсыздар ғой кім учреждение бастығы. Айтпай жатыр, қабылдамай жатыр. Арыз жазыңыздар. Сосын ол арыз жағын қабылдайды. Жыланбаев не үшін ең қатаң режимге ауыстырылды? Бұл жерге ол қашан түскен және қанша уақыт болады? Бұл сұрақтарды қылмыстық атқару жүйесі комитетіне жолдадық. 9 сұраққа небәрі бірнеше сөйлемнен тұратын қысқа жауап алдық. Режим талаптарын бұзған үшін сотталған жазаны өтеудің қатаң ұстау жағдайында ұсталып отыр. Сотталған тергеу изоляторында болған кезеңінде телефон арқылы сөйлесуге және ұзақ мерзімді кездесулерге қойылған шектеулермен келіспейтінін білдірді. Оған аталған шектеулер қылмыстық атқару заңнамасында көзделгені және белгіленген тәртіпке сәйкес қолданылатыны түсіндірілді. Сотталғанның денсаулық жағдайы қанағаттанарлық. Ол медициналық көмектен бас тартуда. Сонымен қатар медициналық тексеру күн сайын жүргізіледі. Сонымен бірге қамауда ұсталатын адамдарға медициналық қызмет көрсету Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің құзыретіне берілгенін хабарлаймыз. Сотталғанға заңда көзделген барлық кездесу түрлері беріледі. 2025 жылы адвокаттар оған 16 рет барған. Естеріңізге сала кетейін. Жыланбаев соңғы 2 жылда түрмеде оның құқықтары бұзылып жатқанын тұрақты түрде мәлімдеп келеді. Ол адвокаттар арқылы мекеме басшылығы басқа сотталушыларды өзіне қарсы айдап салады деп айтқан. Бұл сөзді оның қызы Азия Жыланбаева да растайды. Больше срока, наверное, 2 года находился постоянно на голодовке, так как там были постоянно, нарушали его права, оказывали на него давление, унижали. Но сейчас, что происходит с папой, это самое худшее, что могло бы случиться сейчас. Сейчас начальник Медеев Конуш Шергалиевич самый ужасный начальник, который был у папы. Это единственный начальник, который ему открыто угрожал. Он угрожал, что переведет его в СУС, то есть это самые строгие условия содержания в тюрьме, и что добавит ему срок. Также я хочу сказать, что в основном папа, находясь там уже 3 года, наверное, большую часть своего срока находился в одиночной камере, то есть ДИЗО. Как только он попадает в отряд, на него оказывают давление. Первое давление это был скайп. Мы, наверное, только 1 раз с ним по скайпу общались, потом его запретили из-за папы и начали говорить людям в отряде, что это из-за него. Проводились шмоны, неположенные дни, воскресенье. Постоянно, когда он находился в отряде, и из-за этого люди в отряде злились на папу, что шмоны были в неположенные дни. Поэтому он голодает, потому что везде есть давление. Когда он голодает, его отправляют в одиночную камеру. А сейчас это самые худшие условия. Если в одиночной камере люди не выдерживают 15 дней, даже 5 суток, его отправили еще и в карцер. Жыланбаевтың отбасы оның денсаулығына қатты алаңдап отыр. Ұзаққа созылған аштықтың салдары ауыр болуы мүмкін дейді. Олар марафоншыны Павлодар қаласындағы мекемеге ауыстыруды сұрайды. Өйткені туыстарының айтуынша, Степногорск түрмесінде оның қауіпсіздігіне төнген қатер бар.
У него низкое давление, но он не говорил сколько. Он говорит, что когда встает просто, даже не резко, у него темнеет в глазах. Он худой, где-то килограмм 50 точно. Также хочу сказать, что папа очень долго ждет нашего длительного свидания, потому что у нас есть возможность дотронуться до него, потому что в краткосрочном мы видим его, нашего папочку, и не можем даже его обнять, не разрешают. На длительном вот хотя бы была возможность его обнять, поцеловать. Папа даже радуется таким мелочам, как еда. Он недавно говорил нам на краткосрочном, что очень хочет мороженое. Он просто, это его самые счастливые дни, он нам сам говорил. Он просто хочет, чтобы мы были рядом. Я хочу просто хотя бы обнять своего папу. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Я хочу, чтобы перестали оказывать на него давление. Мой папа хороший человек. Мой папа никогда никого не обижал. Он ни маньяк, ни убийца. Мы очень хотим, чтобы папу перевели в учреждение в Павлодаре где-нибудь, потому что мы очень переживаем за его именно безопасность. Мы боимся за его безопасность, его могут там убить. Мой папа умирает, пожалуйста, помогите нам. Жыланбаевтың қыздарының бұл үні билікке жете ме? Жыланбаевқа моральдық психологиялық қысым жасады делінген Степногорскідегі нөмір 4-ші мекеме бастығы Қуаныш Медеевке қатысты тексеру жасала ма? Бұл сұрақтарды біз бас прокуратураға жолдадық. Әзірге жауап келген жоқ. 61 жастағы Марат Жыланбаев әлемге танымал ультрамарафоншы. Ол Азия, Африка, Австралия және Американың ең ірі шөлдерін жалғыз өзі жүгіріп өткен алғашқы әрі әзірге жалғыз спортшы. Жыланбаев Гиннестің рекордтар кітабына 7 мәрте енген. Спорттық мансабында ол 160 мың километрден астам қашықтықты жүгіріп өткен. Марат Жыланбаев тіркелмеген Алға Қазақстан саяси оппозициялық партиясының жетекшісі. Ол 2023 жылы мамырда қамауға алынып, кейін жабық сотта 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот оны экстремистік ұйымның қызметіне қатысты және экстремизмді қаржыландырды деп айыптады. Түсіндіре кетейін, Жыланбаев 2023 жылы Шымкенттегі өзі жетекшілік ететін Алға Қазақстан тіркелмеген партиясы мүшесіне ақша аударған. Мұны тергеу құжатында 2023 жылы Жыланбаев Астанада бол отырып, Шымкенттегі ДВК белсендісіне 500 мың теңге аударған деп көрсеткен. Бұған қоса Жыланбаевты тыйым салынған ДВК, яғни Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының ұйымдастырушылары мен қатысушылары бар әлеуметтік желідегі чатына қатысты деп айыптаған. Ал Еуропарламент бұл ұйымды бейбіт оппозиция ретінде бағалағаны белгілі. Тергеу құжатында Жыланбаевты осы чаттан нұсқау алып, тапсырмаларын орындаған, митингке қатысқан, шақырған дегенде айыптар бар. Бірақ Марат Жыланбаев сотта бұл айыптарды толық жоққа шығарды. В моей смерти будет виноват в первую очередь такая, это приказ такая посадить меня, дальше КНБ, дальше МВД, Генеральная прокуратура, а также следователь Абсадык Абай, он старший лейтенант. Ол сотта өзінің ешқандай экстремистік ұйымның мүшесі емес екенін айтты. Алға Қазақстан оппозициялық партиясын тіркей алмай жүргенін, ал ақшаны мәжіліс депутаттығына кандидаттарды қолдау үшін аударғанын айтқан. Айта кетейін, ол 2023 жылы Қазақстандағы кезектен тыс өткен мәжіліс сайлауына кандидаттығын ұсынған. Бірақ оны сайлау басталмай жатып, жарнама жасады деп кандидаттығын алып тастаған. Сондай-ақ Жыланбаев сотта митингілерге шыққанын, бірақ өзінің қатысатынын алдын ала хабарлағанын да жеткізді. Өкінішке орай марафоншының бұл уәждерін сот ескермеген. Ал билік Алға Қазақстан оппозициялық партиясының құжаттарын шамамен 30 мәрте кері қайтарды. Заң талабына сай емес деген жалпылама сылтаумен әлі тіркемей келеді.